Инсан өз мақсатіне ересу үшін келешекке қарай ұмтылып жасайды. Өмірде әрбір адамның өз жолы болады. Тағдир біреулерді азап ақыретлерге толы ауыр жолларға жетелесе, ал біреулерді әуелі машақатлы болса да ақиры қайырлы жолларға жетелейді. Өзбекстанға қызмет көрсеткен Қарақалпақстан халық артисті Қалмұрат Сапаров 5 жасынан ата-анасынан айырылып, балалық дәуірін жетімлікте байлардың қой ешкілерін бағу менен өткерді. Кісі есігінде жалшы боп жүріп, ер жеткенде оның өмір жолында күтілмеген бұрылыс болды. 1934 жылы Қарақалпақстанда театр өнерін рауажландыру үшін Москвадағы Луначарский атындағы театр өнері институтында оқуға, жұқналырақ қожалықтарда өскен қыз жігітлерді жинау уақытында қожайыны өз балаларын Москваға жіберуге қорқып, есігінде күллікші болып жүрген Қалмұратты жібереді. Есін білгелі, ауыр минеттен басқаны көрмеген, қауендерсіз әпуайы Қарақалпақ жігіті үшін өнер жолы ашылады. Москвада ашылған бірінші Қарақалпақ студиясында Қарақалпақстанлық қыз жігітлерменен біргелікте ұстазлары Пыжова һәм Бибиковлардан театр өнері сырларын үйренді. Диплом жұмысы үшін Островскийдің жарлылық айып емес, Симоновтың рус адамлары драмаларында, жаһан классигі саналған Мольердің Скопеннің хилесі комедиясында рөлдер атқарып, хақиқи театр қанегесі болып жетседі. Студияны біткерген жаслар диплом спектакльлерменен келіп, сол уақытта әуескерлерден құралған Қарақалпақ театрын хақиқи мемлекеттік театр дәрежесіне жеткерді. Қанегелі актерлар менен толысқан театр репертуарында кескін өзгерістер болды. Фольклорымыздың дүрданалары болған халық дастанлары сахналастырылып, тамашагөйлер ықыласын жеңіп алуға ерсілді. Театр Қарақалпақстанның тикарғы мәдениет ошағына айналды. Ұрыстан соңғы жыллары Қалмұрат Сапаров Қарақалпақ көркем өнерін рауажландыру үшін пидайларша минет етті. Ол Бердақ атындағы мемлекеттік филармониясы директоры лауазымында істеген дәуірде бірінші рет Ташкент қаласында өткерілген Қарақалпақ әдебиеті һәм көркем өнерінің 10 күнлігін жоғары дәрежеде өткеру істеріне салмақлы үлес қосты. Өзбекстанға қызмет көрсеткен Қарақалпақстан халық артисті Сұлу Алламұратованың өнер жолы Қоңырат халық театрынан басланған еді. Оның актриса болуға ықыласының күшлілігі соншелі, спектакльлерде атқаратығын образлары үшін милли киім кеншек, тағыншақларды үйме-үй үзлеп жүріп, өзі жинайтығын еді. Халықтың алдына шығып ойнау қыз балаларға қалдыма деп, кейбіреулер ізлеріне ит салып қуса да, бұл жолдан қайтпады. Қоңырат халық театрында Сұлу Алламұратованың үлкен табысы Сейфулғабит Мәжитовтың
Бағдагүл драмасындағы Бағдагүл образы болды. Бағдагүл образы арқалы ол 1940 жылы мемлекеттік театрға актриса болып істеуге шақырылды. Қарақалпақ мемлекеттік театрында Қалмұрат Сапаров пенен Сұлу Алламұратовалардың өнер жоллары ұласып, бақыт жолына жетеледі. Екеуі ерлі-зайыплы болғаннан соң, театр сахнасында біргелікте барлық спектакльлерде образларды өтті. Біреуі күйеуі болса, екіншісі хаялы. Біреуі қарысы болса, екіншісі кемпірі болып, әрқилы жанрларда образларды өтіп, халықтың нәзерінде болды. Әсіресе, Сапар Қожаниязовтың «Сүймегенге сүйкенбе» музыкалы комедиясындағы Көшкінбай образын Қалмұрат Сапаров, Гүлсәнем образын Сұлу Алламұратовалар бірінші қойылғаннан баслап, ұзақ жылдар давамында атқарып, республиканың барлық жерлерінде, Ташкенттегі, қоңсылас республикаларда өткерілген театр күллерінде атқарып шығып, тамаша көйлердің алғысын алуға мияссар болды. Хаял! Хаял! Бармасаң хаял! Тағы да бір екі қыз туғаныңда Көшкінбай Қарынбайдай малайдан еді. Бұл не? Жерден желке тапқандай жүрегің шәукілдеп баратыр. О, шәукілдемей азғана нәрсе ме? 12 сиырлы болдық, сонша қарыздан құтылдық. Құдайдың қыз бергеніне шүкір. Қарық бопсаң. Атаңа нәлет кеселеп шаппа. Білесің бе? 12 сиыр. Құдай беріп 12-сі де туа қойса, келесі жыл 24 болады. Ал оннан кейін қазандамай, табақтамай, шөмішлемай. Сен бұған түсінбейсің нәлетей. Адыра қалдық. Сұм-сұмды намазшамды табады деп тапқан күйеуіңе қара. Жас жігіт, қызыңның теңі болса екен. Біріншіден қатын үсті, екіншіден көкілі үзілген секер парадай мыржиып-тыржиып қаған біреу ғой. Қалай ғана гүлдей қызыңды көзін қияды, ағасы. Хай, онан басқа адам саған жоқ. Анау мұны адамлардың қызы түе, сәлемінде алмайды. Сорлау, бай менен бай құда болса, араларында жорға жүреді. Жарлы менен жарлы құда болса, араларында дорба жүреді. Бай менен жарлы құда болса, неге құда болдым деп зорға жүреді дегенді естен шығардық ба? Ерлерменен қосағына шаба берме. Уәде. Уәде деп, сен бір ант ішіпсің? Бір шапатта кете беретін мал емес, адам баласы ғой. Тап перінің қызы болса да бермен деді ме, берме? Дөредуші адамдардан әлбетте ұстазың кім деп сұралады ғой. Менің ұстазым сол институтта оқытқан мұғалімдерім. Ал ең бірінші, ең дәслепкі ұстазларым әлбетте ата-анам. Себебі солардың қолында туылып өстік, солардың ниетлерін көрдік, солардың тәрбиясын алдық. Ата-анамыз біздердің оқуларымызға жүда қатты көңіл бөлетұғын еді. Құр сөзбенен емес, өздерінің жүріс-тұрысы менен бұлардың өмірі біздер үшін үлкен тәрбия болды. Азыр ядыма түседі, осы Өзбекстан Республикасы халық артисті деген атақты алып, абадан екеуміз қуанып, анамыздың алдына бардық. Абадан апаңыз айтты, ау апа, Райхан Өзбекстан Республикасы халық артисі болды ғой деп. Апам деп қарап, менен де өсіп кетті ғой мынау деді. Сөйтіп күліп маңлайынан
сүйіп, құшақлап, мен ойлаймын, со анамның, со біздердің минетімізді көріп, Енді біздер со театр көркем өнер қайраткерлері шаңырағында туылғанбыз. Сол әкеміздің, шешеміздің тәрбиясын алғанбыз. Мен бір нәрсе айтпақшыман, еш уақытта олардың бір-біреуіне бір көзіменен жаман қарап, жаман көзіменен, я бір ұрысып, я бір жанжалдесіп, сондай уақытларын көрген емеспен. Бірақ солардың бәрін мен театр сахнасында, образларды өреткен уақытларында солардың бәрін көргенмен. Бір күні ағам келіп айтты, қызым деді, біздерге Москваға бір туристік путевкалар алып берсең, апаң менен екеуміз бір қыдырып келсек дегеннен кейін, бір күннің ішінде мен сол екі путевканы әкеме әкеліп қолына бердім. Сол келгеннен кейін маған бір қызық болды. Себебі кемпір де ғары да пенсияға шыққан, үйінде отырған. Неге бір уақытлары бұл әкем Москваға апам менің екеуі барғысы келгенін сұрасам, сол уақытлары әкем айтты, мен деді, сенің анаға үйленбестен бұрын уәде беріп едім. Маған тұрмысқа шықсаң, мен сені өзінің Москвада оқыған институтыма апараман, театр институтына. Мұғалімдер мені таныстыраман, Москваны көрсетемен деген екен. Міне сол 50 жылдан кейін сол уәдесінен шығып, менің әкем апамды Москваға апарып көп қалаларды аралатып келді. 1982 жылы Өзбекфильм тарапынан Төлепберген Қайыпбергеновтың романы бойынша суретке алынған Қайсар қыз фильмінде Сұлу Алламұратова Гүлбикейіне рөлін атқарып шықты. Бұл жаратқан образы арқалы ол бірінші Қарақалпақ киноактрисасы сыпатында тарихта қалды. Сұлу Алламұратова хақында айтқан уақытта Сұлу Алламұратова ақиқи мәнісіндегі мен ойлаған образды ойлады, мен ойнады, мен ойлаған дәрежеде мен қандай образды көз алдыма келтірген болса, сондай дәрежеде атқарып шықты. Міне мәселен оның мынау киносын мен журналда сақлап қойыппын да. Себебі сақлап қойғанның себебі бұл адамның өзінен тек қана образдағы ана емес, өмірдегі ана сыпатында да
үлгі аларлық адам екенлігін көз алдыма келеді. Егер мен онымен ұшырасып қалсам, әр уақытта тұрып сәлемдесем, тұрып сәлемдеседі. Оның себебі бұл өзінің барлық жағдайын ұмытып кетеді. Бұл өмірде һәм театр сахнасында бұл екеуін бір-бірінен айырып түсінбейді ғой. Сбежать надумала. Решила мужа своего ославить. А мы одевали ее, кормили. Такая же, как мать, гадюка неблагодарная. Про меня что угодно говорите. А мою мать не трожьте. Дай ей нож, так она и меня порвет. А я тебе, сынок, под сердцем носила, в муках рожала. Какая вы мать? Вы не женщина. Камень у вас вместо сердца. Ой, о, великий Аллах! За что? Проклят пусть будет тот день, когда глаза мои увидели свет, но почему ты не дал мне защитника в доме? Сын спокойно смотрит, как издеваются над родной матерью. Не мужчина ты, а тряпка, баба! Стой! Куда? Не подходи ко мне. Забыла? Место свое! Я тебе напомню! Напомню! Остановись! Осторожно, хватит, по животу не ударь, по животу! Запомнишь? Надолго! Скотина! Сынок, да что ты, сынок, беременна ведь она! Доченька, Қалмұрат Сапаров һәм Сұлу Алламұратовалар Қарақалпақ театрының жетекші артистлері болуменен бірге ұл қызлар тәрбиялап, камалға келтірген бақытлы шаңарақ болды. Бүгінгі күнде перзентлері де ата-аналарының жолларын қуып, көркем өнер тарауында жеміслі инет етіп жатыр. Олардың өнер һәм өмір жолларының куәсі болған заманласы, халқымызға белгілі атақлы шайыр Тілеуберген Жұмамұратов бұл қос талант иелері туралы былай деген еді. Намысына тырысқан, ат шабысып алыстан, сұлу жеңге екеуі ұзақ жыллар жарысқан. Жұптысыменен еріне, берекет енген кәріне, соныңдай бақыт кезлесін, достарымның бәрі.